жаңадан ашылып жатырмыз. Құқық қорғау орталығы деп Алатау ауданынан. Біз бұған ойлап отырмыз енді әкімшілікке біраз көмегіміз тиеді деп. Өйткені мына Шаңырақ 2 ықшам ауданында жан-жақтан жиналған қарапайым қазақтар. Бұлар жаңағы шет-шеттен келгесін өздерінің құқықтарын көбісі білмейді, қорғай алмайды. Сондықтан біз осы фирмамызды ашып, осы қазақтардың құқықтарын, заңдарын көмектесіп, сол кісілерге көмегіміз тиеді деп ойлаймыз. Жаңағыдан енді міне үй заңдасып жатыр, ары қарай заңдасып босатып арналғасын бұл кісілер үйді ары қарай заңдастыру қайда барады, не істейді, соны білмейді. Сол жағынан көмектесеміз деп ойлаймыз. Одан кейін мына үйлерін заңдастырып біткенше біз жаңа айтып отырмыз, постоянный прописка, временный прописка, сол жағынан кішкене қол ұшымызды берсек деп отырмыз. Одан кейін көбісінде су жоқ, светі жоқ. О жағынан барып сол организациялармен жаңа сөйлесіп, осы кісілерге көмектесеміз бе деп сондай немен отырмыз. Үмітіміз бар, сондай тілекпен. Енді барлықтарыңызға айтамын, аудан жаңадан ашылғасын, бұл жерде проблема өте көп. Сол проблеманы бәріміз ортақтасып шешеміз деп ойлаймын. Рахмет, істеріңіз алға бассын.